Осман I Ғази. Осман мемлекетінің тұңғыш билеушісі. Осман I әлем тарихындағы ең құдіретті мемлекеттердің бірі Осман империясын құрды. Ол іргесін қалап кеткен мемлекеттік құрылым әлемдік масштабтағы супер державаға айналып, адамзат тарихындағы ең мықты империялардың біріне айналды. Оның құрған мемлекеті 600 жылдан астам уақыт өмір сүріп, 3 континентке жайылды. Ал оның ұрпағы 20 ғасырдың басына дейін билік құрып, мұсылман әлемін біріктіруші рөл атқарды. Осман әлсіз ұйымдастырылған және шашыраңқы орналасқан селжұқ тайпаларын біріктіріп, мемлекет құрды. Ұлы Римнің ұшқыншағы саналған Византияның түбіне жетті. Қазіргі кезде Астана ТВ арнасынан Құрылыс Осман атты түркиялық сериал көрсетіліп жатыр. Көбімізге бұл тарихи тұлғаның есімі таңсық емес. Алайда бүгінгі шығарылымда Османның шынайы тарихы туралы айтатын боламыз. Жалпы Осман туралы не белгілі? Неліктен оның есімі көптеген ұлттарды біріктірген алып империяның атына айналды? Ал ол құрған кішкентай бейлік қалайша үлкен сұлтанатқа айналып шыға келді? Негізінде ол туралы мағлұмат көп емес. Себебі оның өмірі туралы тарихи құжаттар мен нақты деректер қалмаған. Осман жайлы деректер көп жағдайда аңыз формасында белгілі. Ал құжат жүзіндегі деректер 15 ғасырдан кейін жазылған. Яғни Осман сұлтандары Константинопольді алғаннан кейін жазылған деректер. Соған қарамастан, бүгінгі роликте Осман I туралы сіз естімеген қызықты деректерді айтатын боламын. Османның нақты қай жылы туылғаны белгісіз. Шамамен 13 ғасырдың орта шенінде Қайы тайпасының көсемі Ертұғырыл бектің отбасында дүниеге келген. Қайы тайпасы 13 ғасырда моңғол шапқыншылығынан қашып, қазіргі Түркменстан жерінен алдымен Сирияға, одан кейін Анадолыға қоныс аударған көшпелі селжұқ тайпасы. Оның көсемі Ертұғырыл бек Анадолыға табан тірегенде Рум сұлтанатының билеушісі Алауаддин Кейқубатқа әскери қолдау көрсетеді. Осы көмегі үшін сұлтан Ертұғырылды қызметке алып, сұлтанаттың батысындағы Византиямен шекаралас Сөгіт аймағын басқаруға береді. Дәл осы кезде Ертұғырылдың отбасында Осман туылады. Османның тарихы, өмірі, саяси істері жайлы замандастары тарапынан жазылған деректер жоқтың қасы. Оның өмірі туралы деректердің көбі қайтыс болғаннан кейін, 2 ғасыр өткен соң 15 ғасырда жазыла бастаған. 15 ғасырда Осман сұлтандарына шежіресін таратып, өздерінің текті адамнан тарайтынын көрсету маңызды болды. Сондықтан түрік сұлтандарының Османнан тарайтыны туралы, Осман бектің қандай саясаткер болғаны жайлы жазыла бастады. Ал Османның заманында жазылған, оның өмірі, билігі жайлы нақты хабарлайтын тарихи дерек жоқ. Тек аңыздар ғана бар. Осы себепті тарихшылар Осман I кезеңін түрік тарихнамасындағы қара тесік деп атайды. Тарихта, кинода, жалпы көркем әдебиетте кейіпкеріміз Осман атымен белгілі. Барлығы оны осы атпен біледі. Алайда Осман оның арабша нұсқадағы аты. Шын мәнінде ол Атман, Атуман аттармен белгілі болған. Яғни Осман есімі дәстүрлі түрікше нұсқада Атман, Атуман деп айтылады. Сонымен қатар Осман Ғази лақабатымен де белгілі. Бұл ат оның саяси әскери мансабы туралы хабарлайды. Ал Ғази араб сөзі. Мағынасы әскери рейд жасаушы, дінді қорғаушы, дінсіздерге қарсы күрескер дегенді білдіреді. Орта ғасырда өз еркімен дін жолында соғысқан жауынгерлерді осылай атаған. Бұл атауды қазіргі уақытта кейбір террористік жихад топтары қолданады. Османға түрік дәстүрінде батыл, қаһарман адамды білдіретін қара деген лақабат берілді. Қазіргі Түркияда қара деп семсерлесу мен әскери өнерде дарынды адамды атаса, сондай-ақ жомарт, әділ, көркем мінезімен танылған адамды да осылай атайды. Осман I кезінде шығарылған тиындар Ертұғырылды оның әкесі ретінде көрсетеді. Османның атасы Қайы тайпасының көсемі Сүлеймен Шах. Сүлеймен Шах моңғол шапқыншылығынан қашып, орталық Азиядан таяу шығысқа қоныс аударған. Ертұғырыл бек пен Сүлеймен Шах туралы нақты деректер мен тарихи құжаттар жоқ. Олардың тарихы бізге түрік аңыздары арқылы белгілі. Аңыздарға сәйкес, Рум селжұқтарға қызмет еткен үшін Ертұғырылға қазіргі Түркияның Бележик провинциясындағы шағын қала Сөгітті бақылауға береді. Бұл Осман I туған жері болса керек. Осыған байланысты Сөгіт қаласы Осман империясының алғашқы астанасы саналады. 1280 жылы Ертұғырыл қайтыс болғаннан кейін оның орнына Осман келеді.
Ол Византия империясының бақылауындағы көрші қалаларға әскери шабуылдар жасай отырып, өз аумағын кеңейте бастады. Әскери рейдтерінің арқасында үлкенді кішілі бекіністерді жаулап алды. Осман бекіністерді тікелей шабуылмен алмады. Қамалды ұзақ уақыт қоршауда ұстау арқылы басып алды. Ақыры 1299 жылға қарай билігі кеңейіп, мемлекет іспетті саяси құрылым пайда болды. Осман мемлекетінде Османлы деп Осман мен оның ұрпағының қол астында қызмет еткен сарбаздар мен шенеуніктерді атады. Ал түрік атауы қарапайым халыққа, шаруаларға қарап айтылды. Осман біріншінің билігі кезінде оның қарамағындағы көптеген адамдар өздерін Руми немесе Римдік деп атады. Бұл бұрынғы Рим Византия мәдениетінің, жалпы Рим әлемінің Анадолы түркілеріне әсерін көрсетеді. Бір қызығы, Осман көрші түрік биліктерге шабуыл жасамады. Керісінше, бұл биліктерді некелесу және жер сатып алу арқылы біртіндеп бағындыра берді. Кейбір жағдайларда көрші аумақтар гүлденген, саудасы өркендеген Осман билігіне өз еркімен қосылды. Осман империясының алғаш құрылу кезеңі, жалпы Османның билігі жайлы нақты тарихи дерек жоқ. Византия мен шекаралас аймақта кішігірім кінәздіктің қалай алып империяға айналуы әзірге дейін жұмбақ болып келеді. Кішкентай биліктің кейінгі бірнеше онжылдықта үлкен аумақты жаулап, мықты мемлекеттік жүйесі бар сұлтанат құруы феномен. Бірақ бұл мемлекеттің алғаш кезде қандай жолмен, қандай жағдайда құрылғаны белгісіз. Бұл сұрақ 20 ғасырдың 30 жылдары түрік тарихшыларында қызықтырған. Осылай 1930 жылдары түрік тарихшысы Фуат Кепрюли мен аустриялық тарихшы Пол Виттек Газа тезисін ұсынған. Газа тезисі бойынша Осман және оның мұрагерлері мемлекет құру жолында исламдық қасиетті соғыс идеясын қолданып селжұқ тайпаларын біріктірді. Яғни ол дінсіздерге қарсы күрес идеясымен өз мемлекетін құрды. Алайда Осман империясындағы діни төзімділікті ескерсек, бұл тезис өз құнын жоғалтады. Османдардың селжұқтардан айырмашылығы діни толеранттылығында еді. Мысалы, кейінгі Осман сұлтандары кезеңінде ешқандай дінге қысым көрсетілмеді. Керісінше, Османдардың үлкен империя құруында олардың діни төзімділігі үлкен рөл атқарды. Кейінірек Газа тезисі тарихшылар тарапынан қолдау таппай қисынсыз деген баға берілді. Газа тезисі өзектілігін жоғалтқанымен тарихшылар Осман біріншінің саяси жетістігінің себебін табуға тырысты. Екінші бір болжам бойынша Османның алғаш кездегі армиясы мұсылман болмаған. Оның заманында Анадолы түріктері көшпелі өмір салтын ұстанғандықтан Осман тайпаларды көшпелі өмір сүру салтына байланысты біріктірген. Дәстүрі, салты, тұрмысы және тілі бір көшпелі түрік селжұқ тайпаларын біріктіру арқылы мемлекет құрған. Алайда бұл болжамда тарихшылар тарапынан қолдау таппай негізсіз саналды. Осман алғашқы үлкен жеңісіне 1302 жылы Византия әскеріне қарсы шайқаста жетті. Османның батысқа жылжуын тоқтату мақсатында Византия әскері жіберіледі. Осман 5000 әскермен Византияның шетіндегі Бапей жазығында жау әскерін қарсы алды. Византия әскерінің саны басым болса да, олар ойсырай жеңілді. Осман үшін бұл өте маңызды жеңіс болды. Осман мемлекетінің тарихындағы бетбұрыс кезең десе де болады. Себебі дәл осы шайқастан кейін көптеген христиандар Анадолыдан кетіп, батысқа қоныстана бастады. Ал аймақтағы Осман үстемдігі одан сайын артты. Осман көп жағдайда партизандық шабуылды жасаумен айналысты. Бірақ соған қарамастан өте мықты әскери тактик һәм дарынды стратег болды. Ол негізінен барлаушылар мен ардагер генералдардың кеңестеріне сүйенді. Азық-түлік пен керек жарақтарды мұқият бөлді. Тіпті инженерлерді әскери рейдтер алдында жолдар мен көпірлерді жөндеуге жіберіп отырды. Османның адал ізбасарларының арасында Көсе Михаил есімді адам болды. Көсе Михаил грек христианы болғанымен ол Византияға қарсы соғысты. Османмен одақтасып, бектің ең құнды дипломаттарының бірі болды. Кейінірек ол исламды қабылдады. Дегенмен көптеген дерек көздер Көсе Михаилдың исламды өз еркімен қабылдаған және Османға деген адалдығына ешқандай қатысы жоқ екенін хабарлайды. Осман мен оның империясы сөз жүзінде мұсылман болғанымен, олар жергілікті әдет-ғұрыптар мен діни нанымдарға төзімді болды. Осы арқылы империя тұрғындарының қолдауын сақтап қалды. Батыс католик қауымдастығымен келіспеушілікке тап болған православ христиандары Османның жағынан шықты.
христиан мен мұсылман халықтардың арасындағы қатынасты жеңілдету, жақсарту жолында сопы дәруіштер үлкен еңбек сіңірді. Осындай дәруіштердің бірі шейх Әдебәли, Османға жақын болды. Ол Османның әкесінің кеңесшісі және жақын досы болған. Кейінірек Осман шейх Әдебәлидің қызы Рабия Бала Хатунға үйленді. Осман 1289 жылы Рабия Бала Хатунға үйленді. Бұған дейін ол Малхун Хатунға үйленген еді. Кейбір тарихшылар Малхун Хатунды шейх Әдебәлидің тағы бір қызы деп анықтағанымен, оның Омар бей есімді жергілікті көсемнің қызы екендігі жайлы деректер бар. Малхун Хатуннан Османның бір баласы болды. 1323 жылы Осман қайтыс болғаннан кейін Малхун Хатуннан туған ұлы Орхан әкесінің тағына отырды. Орхан сұлтан атағын ресми түрде қабылдаған алғашқы көсем. Ал Рабия Бала Хатуннан Алауаддин есімді ұлы болды. 1320 жылы Осман ұлы Алауаддинді мемлекеттегі жоғары лауазымға бас уәзір етіп тағайындады. Алауаддин Орхан сұлтан болған кезде де бас уәзір қызметін атқарды. Алайда Орхан мен Алауаддиннің қайсысы үлкен екені белгісіз. Қалай болғанда да, Орхан таққа отырғанда Алауаддин бауырына қолдау көрсетіп, бас уәзір лауазымын місе тұтқан. Алауаддин Орханның кеңесшісі болып қала берді және өзінің адалдығы үшін Федра қаласын басқаруға алды. Орхан мен Алауаддин өмір бойы бірге басқарды. Сонымен қатар Алауаддин Бурсадағы Орхан қабірінде бауырымен бірге жерленген. Осман империясы термині Осман атауының ағылшын тіліне тәржімаланған нұсқасы. Қазіргі түрік тіліндегі империяның атауы Девлети Алайи Османия. 1326 жылы Осман әскері Бурса қаласын басып алады. Бұл Османның ғұмырындағы ақырғы жеңісі болды. Византиядағы азамат соғысын пайдаланған түріктер қаланы қоршауға алады. Алайда олардың қалаларды тікелей шабуылмен алуда тәжірибесі аз болғандықтан Бурсаның қоршауы ұзаққа созылды. Османдарға жеңіске жетуге ондаған жыл керек болды. Османның қылышы. Осман әулеті мен Осман империясының негізгі жәдігері. Таққа отырған сұлтанның шексіз билігінің символы. Осман әулетінің 600 жылдық билігінде бұл қылыш биліктің бір сұлтаннан екінші сұлтанға табысталуының символы іспетті. Осман мемлекетінің құлауына дейін ел рәмізі рөлін атқарды. Қазіргі кезге дейін Османның қылышы түрік халқының ұлттық жәдігері және мәдени мұрасы болып табылады. Бұл қылыш заманында Еуропа мен Азияны тітіренткен селжұқтардың ұлылығын еске салатын құнды жәдігер. Қазіргі уақытта Османның қылышы Ыстамбулдағы Топкапы мұражайында сақталған. Османның ұрпақтары империяны 1923 жылға дейін Түрік Республикасы орнағанға дейін басқарды. 1923 жылы ит жеккенге айдалған Осман ұрпақтары Осман ұлу, Османсон фамилиясын алды. Осман бектің билікке келуі бейбіт жолмен өтпеді. Мәселен, византиялық Биледжих қамалын алу барысында ағасы Ертұғырылдың інісі Дүндарбек Османға қарсы соғысты. Дүндарды өзіне қарсылас көрген Осман жасы үлкен ағасын аяусыз өлтіреді. Шын өтірігі белгісіз, бірақ бұл оқиға көптеген жазбаларда жиі кездеседі.